Мен күйеу балам қайтыс болып, соның зиратының басындағы сахна, жерлейтін сахна. Сол күні жаңбыр жауды. Жаңбыр жауғанына байланысты менің жалпы ең қиын сахналарым біреуін сол күні аяқ асты түсіретін болып қалды. Сол кезде қиындау болды. Құдай сақтасын, конечно. Реально Бекболаттың орнында болсам деп не істер едім деген сияқты сценарий жазғанға өзімнің негізі көп жерде ойымды қостым. Ол яғни өзімнің бір азаматтық позициямнан туындаған жерлері бар. Бір ғана нәрсесімен келіспеймін, қарындасын тірілей көміп тастаумен. Әмеңгерлік туралы ойым жаман емес. Ортада бала болса, және ол бірнешеу болса, әсіресе көп жағдайда ұрпақ сыртқа кетіп қалмасын. Әр ситуация индивидуальный негізі. Оны индивидуалды түрде қарау керек. Жалпы айту қиын. Ал негізі әмеңгерлік болған бар. Қазір ол жабайылық емес. Трейлер шыққанның өзінде мен осындай тағдыры өткен, менің әпкем осындай әмеңгерліктен шыққан деп жазып жатқан адам қаншама комментарий. Ол қазір де бар. Болады береді. Ясный дело. Сол себепті сіз міндетті көруіңіз керек. Жай тырқылдап кетеді. Тірлік болса мен сен до конца барамын. Сізге эмоция сыйлайтын кино деп ойлаймын. 17 қыркүйектен бастап келіңіздер. Прокатқа шыққан кезде оказывается шыға салысымен залға боксер емессің. Кино Боксер драма өтпей қалса, сосын ешкімге қақтығыспай дұрыстап жүрсің. актерлар, киношниктер комедия түсіреді. Болдық. Әлі жылап отырмық, содан екеуміз. Мықты кино болды, андай. Осы жерде болып, ештеңе телефондан шыққан жоқ. Біз кәдімгі моменте ол қарадық. Қаншалықты вообще мына өмірде әлі жылағымыз келіп отырды. Бауырдың маңыздылығын қазіргі сәтте болуда каждый айналдырамыздағы адамдардың өзін просто бағалау, дүниенің артына қуа бермеуді, дүние еш нәрсеге жеткізбейді. Мықты кәдімгі не болды, одан сайын прокачка, осознанность болды да. Күшті кино. Енді осы кино күшті танымал болсын. Актерлар күшті. Күшті, оннан он. Біз әмеңгер деген кинодан қазір шықтық. Жылағым келіп тұр, әлі мне плохо. Адамдың бәрі еще не рассосались. Тағы да кино бітті. Я такая сижу, әлі ойланып отырмын. Қалай, андай да, өте бір мына жерде, андай бір душа болады, адамның андай кеудесі, андай бір іштей. Өте өзімді жаман сезініп тұрмын, потому что мне очень плохо. Реально, андай бір кәдімгідей ойланып қаласың, кәдімгідей бір кішкене бір қиыншылық тудыртады негізі. Жаман жылағым келіп, өз көз жасымды әрең ұстап отырмын, короче. 10-нан 10 мың, короче. Міндетті түрде әмеңгер киносына келіңіздер. Реакцияларыңызды маған жазыңыздар, как вам? Қайырлы кеш достар, қазақша түсірейін деп шештім. Керемет кино, әмеңгер деген. Өте үлкен бір мағынасы бар кино. Осы кинода адамгершілікті де, нағыз сыйластықты да, туыстардың қандай болатынын және де адамдар ойланбай сөйлейтін және де адамдар барлығын сынаған кезде керемет болады ғой, бірақ киноның соңында таңғаласыздар достар. Ағалық махаббат, ағалық поддержка, ағалық деген андай құрмет, қамқорлық, мен риза болдым. Әмеңгер киносына, егер де кинотеатрға бара жатсаңыздар, не көрейін десеңіздер, әмеңгер киносын көрсеңіздер болады. Әмеңгер киносының Назарыңызда бүгін ендеше уақытты көп созбай, Алмат мырза, өзіңіз бүгін қонақтар, қош келдіңіздер. Бізді қолдап, біздің алғашқы драма киномыз. Құдай, осы сені жағымнан алайын. Қалып отырмай ма? В общем, мы вышли с закрытого предпоказа фильма «Әмеңгер». Вышли под впечатлением, сдерживали себя, чтобы не плакать в каких-то моментах. Фильм отличный, сюжет отличный, самое главное, непредсказуемый, не заезженная тематика, что-то новое, что-то интересное. Обязательно сходите, рекомендую к просмотру. Көрсетіліп жүргізіп жүрмін, бірақ шын мәнінде мынандай сұранысқа ие болып жатқан туындыны көру мен үшін өте бір қуанышты жайт.
ендеше барлықтарыңызға құтты болсын. Осы кино туындымыз көрерменнің жүрегінен өзінің орнын ойып тұрып алады деген ниетіміз бар. Ендеше Алмат мырза, өзіңізді ортаға шақырып құрмет қошемет танысыңыздар, осы жерде болады. Құрметті көрермендер, біздің қуанышты бөлісуге келгендеріңізге үлкен рахмет. Бақытты болуға тырысқан сайын адамдар бізді жек көріп жатыр. Вперед, какие бы критики там зубы свои не точили, у вас получилось просто передать атмосферу, чувства, образы каждого героя, и я думаю, это у вас хорошо получилось. Я вот, не знаю как другие, кайфанул просто. Нереально, эта кинокартина мне принесла огромное удовольствие. Пусть я говорю сейчас вот как простой обыватель, может быть, да, там с 20-30% понимания там, да, структуры фильма, а так обязательно идите на него. Рекомендую каждому посетить и просто вот погрузиться в эту атмосферу и частичку нашей культуры, традиции. Керемет. Үйімнен екінші өткіз қоятын. Бешбарға соймасаған. Жоғы сенің ойыңша. Алтай бір сұрау жоқ. Тек тыңда бері. Алғашқы драма киномыз сіздердің көңілдеріңізден орын табады деп сенеміз. Еңбектің барлығы осы мықты команданыкі. Осындай командамен бірге жұмыс істегенімізге өте қуаныштымыз. Кино сіздерде ұнайды деп ойлаймыз. Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Раббалла, осы оқылған қасиетті Құран аяттарынан, Құран сүрелерінен болған сауапты арнайы Архат Ағынтайұлы бауырымыз рухына бағыш еттік. Жарымыз саллаллаху өзінің бір хадисінде кімнің мүмкіншілігі жетсе, онда ол дереу үйленсін дейді. Ниетіңіз бар. Ендеше Алмат мырза, өзіңізді ортаға шақырып құрмет қошемет танысыңыздар, осы жерде болады. Көрермендер, біздің қуанышты бөлісуге келгендеріңізге үлкен рахмет. Біз алғашқы түсіріп отқан драмамыз бұл өзімізде болған әдет ғұрып, сондықтан өзіміздің генетикалық кодқа сай келетін кино деп халық жақсы қабылдайды деп ойлаймыз. Осындай киноға атсалысқан мынандай тамаша командаға алғысым шексіз. Осындай командамен бірге жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Бізді қолдап келгендеріңізге үлкен рахмет. Отырмай ма? Ол мен ағам. Мен құрметтеймін, жақсы көрем, бірақ айтқанның бәрін істеп жатыр.